Құрметті ұстаздар, сіздермен біз қазір Шырағай платформасындағы интерактивті презентациялар бөліміне тоқталатын боламыз. Ең алдымен бұл презентациялар қайда орналасқан? Шырағай платформасына кірген кезде сол жақ бөлімде ойындардың төменгі жағында интерактивті презентациялар деп тұрады. Осыған өтеміз. Өткеннен кейін біздерде 80-ге жуық офлайн презентациялар, яғни PowerPoint форматындағы презентациялар жинақталған. Осы жинақталған презентацияларды өзіңізге сақтап аласыздар да, міне үстінен бассаңыз, бірден сізге сақтау мүмкіндігі ашылады. Загрузить файлды басасыз. Загрузить файлды басқан кезде сізден бірден ойынның атымен загрузка бөліміне түседі. Соны ашасыз. Ашқаннан кейін міне PowerPoint түрінде тұрады. Енді бұны біз қалай қолданамыз өз пәнімізге? Мұнда қазақ тілі екен. Сізде химия болатын болса, міндетті түрде химия немесе физика деп өзіңіздің пәніңізді жазасыз. Одан кейін мына жерге өзіңіздің сұрақтарыңыздың жауабын, міне тұңғыш қазақтың ғарышкері дейді, Тоқтар Әубәкіров дейді. Демек, бұл ойын біздерде қалай ойналады? Қазір сіздерге көрсетейін. Бірақ та өзіңіздің пәніңізге икемдеп жасайтын болсаңыз, осы сұрақтарды бұлай аласыздар да кетіріп тастап өзіңіздің сұрағыңызды жазасыз. Осылай ойынды өзгертіп өзіңіздің жарысыңызға, бір шараңызға, сабағыңызға қолдансаңыз болады. Сосын бұл презентацияға кіресіз. Одан кейін мына жерде начать сначала деп тұрады. Соны басасыздар. Одан кейін міне біздерде ойын ашылды. Кез келген мысалға ұяшық таңдаған кезде осындай сұрақтар тұрады. Одан кейін артқа өтесіздер. Міне артқа өткен кезде мына батырманы басасыздар, осылай өте бересіз. Одан кейін 80 балдық болса, осы сұрақты ашасыздар. Жауабы зымыранымен дейді. Қайтадан артқа өтесіздер. Осылай кез келген мұндағы ойындарды, презентацияларды өзіңізге сақтап қоясыз. Мысал ретінде мен ертең күні сабақ өтетін болсам, бүгін кешке немесе сол сабаққа 10-15 минут қалған кезде осы презентацияны өзіме сақтап қоямын да, егер мектепте интернет желісі жасамайтын болса, сол сабақта осы презентацияны қолдана беремін. Себебі бұл PowerPoint интернетте қажет етпейді. Осы секілді көптеген ойындар бар. Сабақтарыңызға қолдана берсеңіздер болады. Пайдалы білім болсын. Назарларыңызға рахмет.